Ассалаумағалейкум, құрметті шымкенттіктер. Бірінші рет келіп отырған адамдар бар ма? Жоқ, первый раз. Бар. Бірінші рет, Ал қойбаңыздар сосын. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Менің есімім Данияр. Қарағанды қаласынан, жасым 32-де, 3 балам бар. 10 жыл бұрын осы компаниямен бірге жұмыс жасап бастадым. Уже 10 жыл өтіп кетті. Осыдан 1-2 маркетинг бұрын біреулерге 8 жыл деп айтып жатсам, арасыз осыдан 2 жыл бұрын 8 жыл деп айтып едіңіз ғой десе. Уже 10 жыл уақыт болды осы компанияның басы қасында жүргеніне. Енді көп адамдар бұл компанияны или сетевой бизнесті жай ғана продукт ретінде бірдемені сатып алып, сатып жіберіп, желтый банк жоқ па? Сатып алып, сатып жіберіп, сол жаңағы сарсоқтың деңгейінде ғана қарайды. Сарсоқтың деңгейінде ғана қарайды. Ал егер әрірек үңілетін болсаңыз, кішкене әрі қарай қарайтын болсаңыз, жүйе ретінде қарайтын болсаңыз, онда бұл жерде үлкен халықаралық дәрежедегі бизнес бар. Қайда жұмыс істедіңіз аға? Қайда жұмыс істедіңіз? Қазір істеп жатсың, пенсияға шығып қойған екен. 4 жыл бар. 4 жыл бар. Енді мынаны қараңыз. Дәкең маркер алып келсін, сосын мен сізге бір не көрсетейін. Сетевой бизнесқа көз қарасыз қалай? Жақсы. Жаңалық қазір маркетинг болған. Бәрінің көз қарасы жақсы, бәрі позитивный, бәрі. Бұрын қойды. Маркетинг читал деп отыр. Енді қараңыздар. Қазіргі таңда сетевой бизнес дегенді қалай түсінуге болады? Сіз де, мен де, мына жердегі студент балалар бар ма? Студент балалар жұмыс істейсіз ба? Жұмыс істеп жүргендердің барлығы мынандай системада жүрген. 40 жыл жұмыс істейсіз, аптасына 40 сағат жұмыс істейсіз, ең аяғында 40 мың теңге пенсия аласыз. Қазір 4 жылдан кейін Құдай қаласа күтіп тұрған сол болады, иә? Енді мына бизнес сізге не нәрсе ұсынып жатыр? Қараңыз, қазір сізге қолыңызға бір мүмкіншілік берді. Осы мүмкіншілікті қалай пайдаланар едіңіз? Мынау сарсоқты беріп тұрған жоқ Әуес аға сізге, геморройдан крем беріп тұрған жоқ, мүмкіншілік ұстатайын деп тұр. Сол мүмкіншілікті қалай пайдалана алар едіңіз? Не үшін мына бизнесті бастауға тура келді? Басында сіздің осы 4 жылдық алатын әлі жалақыңызға қосымша жалақының түрі. Освободиться от финансового давления. Қаржылай қысымнан болса, быть самим себе начальником. Енді білмеймін, 30-35 жыл жұмыс істеген шығарсыз мектепте? 35. Менің барлық осы біреуге жұмыс істегендегі стажым 72 сағат, 73 сағатта мен жұмыстан шығарып жүрген, одан кейін вообще білмеймін біреуге жұмыс істеу дегенді. Енді мына жерде мен сізге ақыл айтамын. Помогать другим людям и улучшать свой жизненный стиль. Енді 2 түрлі бизнес бар. Үшінші бизнес жоқ. Сетевой бизнес деген не дейтін болсаңыздар, қазір мен сіздерге былай қарапайым тілмен түсіндірем. Көп адамдар спорить етеді, сетевой бизнес керек па, керек емес па, тағы сондай көп спорлар жүріп жатады, иә? Енді қараңыздар, бір ақымақ сұрақ қоям, и тоже сондай ақымақ жауап аламын. Осы залдың ішінде тіс шумайтын адам бар ма? Бас шумайтын адам? Иә? Ондай болмайды. Үйде кір жуамыз, ыдыс-аяқ жуамыз, тіс жуамыз, бас жуамыз, анда-санда аптекаға барып бірдемелер алып тұрамыз. Соның барлығын мына жерден жүгіріп барамыз да 100% бағасына сатып аламыз. Супермаркет, гипермаркеттерде 40 теңге, 40 доллар, 40% немесе 40 евро тұрады, но ортада 60% қалып кетті. Крупный оптовик, мелкий оптовик, реклама, розница, охрана, продавцы. Любой жердегі супермаркеттің ішіндегі пол жуып жүрген адамның ақысында сіз төлейсіз. Басқа ешкім төлемейді. Енді сізге қазір жасаған не нәрсе ұсынып жатыр? Жай ғана бағдарды өзгерттіңіз. Біз 10 жыл болды рожки, макарон, күріштен басқа, сүттен басқа магазиннен еш нәрсе алмаймыз, қолданбаймыз, пайдаланбаймыз. Осы жерден ғана аламыз, и мына 60%-ды қалтаңызда алып қалуға мүмкіндігіңіз бар. Әрі қарай не үшін идеальный бизнес? Работать при малых расходах. Кеше пятница күні ғой деймін, осы офисқа келді, ешкім болған жоқсыздар, сіздер? Иә. Болған жоқсыздар. Қызық оқиға болды. Бізге қалғанбыз. Қызық оқиға болды.
осында бір жас қыз бала келді маркетингқа. Маркетинг көрсетіп жібердім, жүгіріп шығып кетті, қайтадан ентігіп жүгіріп келді жаңағындай. Бермеді дейді. Не болды, не берді? Каспий банк кредит бермей қайтарып жіберді. Мен айтамын, бар шықты. Кредит алып қажет емес, соңғы сиырыңды сатып қажет емес. Жаңағындай қарызға ақша іздеп қажет емес. Мына бизнесті при желании ақшасыз да бастауға болады. Занимается уникальной продукцией. Отсутствует риск банкротства, работает без вас и неограниченный доход. Мынау алой. Алойды кеше сіздерде бір күшті не өтті осы жерде? Иә, тегін здоровье. Тегін здоровье өтті. Енді көбілеріңіз болған шығарсыздар, я не буду останавливаться и так далее. Мынау алойдың барбаденсис миллер деген түрі. Мынаған 4 жыл бойы түйсуге болмайды. 4 жылдың ішінде бір түп тамырын 20 метрден 40 метр тереңдікке дейін жаяды. Орталық Азияда ағаш жоқ ондай. Мынау куст қой. Бұндай ағаш жоқ, тамырын 20 метр 40 метрге жаятын. Әрі қарай мынау Рексмон деген азамат 78 жыл осы компанияның іргетасын қалаған. Компания 168 мемлекеттен астам мемлекетте жұмыс жасап келе жатыр. Соның ішінде Қазақстанда мынау компанияның 1 жылдық товар айналымы. Енді әрі қарай мынандай сертификаттар бар. Ислам сертификаты халал. Спирт жоқ, шошқаның майы жоқ, Құдайдың бірлігінде сене беріңіз. Кошер. Халық арасында еврейский знак дейді, еврейлер жайдан жай оны ешкімге бере салмайды. Всемирная организация защиты животных. Ешқандай жан-жануарға, хайуанатқа эксперимент жасалмаған. Алойдың өзіне берілетін сертификат и все возможные дермотесты. Алой вера гель, алой ягодный нектар, алой с персиком forever freedom. Енді мынаны әуесаға не үшін шу керек деді сізге? Очищение. Очищение? Бітті ме, болды ма? Жоқ. Көп нәрсеге. Енді қараңыздар. Қазір сізден жай бүйтіп сұрайтын болсам, қасыңызда ылғи жастар отырған. Енді сіз Совет үкіметінің шет жағасын көрдіңіз ғой? Бұрын қазір сізге айтсам, ностальгия басталады. Совет үкіметінің мына бұл кісілер нанын да мақтайды, етін де мақтайды, бәрін де мақтайды, сондай болып шығады, иә? Енді қараңыз, Совет үкіметінің кезінде рак деген ауруды біз көп естиміз, солай ма? Жаман ауру деп айтады, айналып өтіп кетеді, басқаша айтады, тағы да бірдемелер айтады. Қазір мына сотовый телефонды таңертең азанмен ашып жіберсең, не Инстаграмнан, не Фейсбуктан, не ВКонтактеден, не басқа жерден обязательно бір сообщение келіп тұрады. Біреудің баласы ауырып жатыр, ақша жинап жатыр, тағы бірдеме болып жатыр деген сондай келіп тұрады. Иә, сообщение? Неге олай болып жатыр? Біріншісі экология. Екіншісі сізбен бізді ішіп жеп жатқан тамағымыз. Үшіншісі тұқым қуалаушылық. Тұқым қуалаушылық, иә? Енді екеуміз ішімізден шығып жатқан аурудың 95%-ын ауызбен алып келіп жатырмыз организмге. Келісесіз бе? Иә. За рулем жүресіз бе? Иә. Енді мен сізге бір сұрақ қояйын. Машиненің самый главный запчасти қандай? Қалай ойлайсыз? Мотор. А? Мотор. Цилиндр? Міне, бак. 100% бак. Қараңыз. Машинеде бак болады, онда бензонасос болады, бензин құясыз, сіздің моторыңызда, цилиндріңізде, дөңгелегіңізде бір нәрсе үшін қажет. Бензин болмайтын болса, бензонасос жоқ болса, түкке қажет емес. Адамның ағзасында самый главный орган қандай десем, осы бәріңіз ми дейсіздер, жүрек дейсіздер, бауыр дейсіздер, тағы бірдеме айтасыздар. Негізінде тоқшек. Мен художник емеспін, бірақ мынау тоқшек. Тоқшек 95% біздің иммунитетке жауап береді. Тоқшектің іші таза болатын болса, онда организм өзі барлық нәрсені қуып шығуға мүмкіндік алады. Тоқшектің іші зашлакованный болатын болса, онда проблема тұрады. Жүрекке, бүйрекке, бауырға, сіздің цилиндріңізға, барлығына сол жерден бар проблема туындайды. Енді мынау ешқандай дәрі емес, панацея емес, мынау дәрігер емес, ешқандай космостан әкелген фантастический бірдеңе емес, 1 литр алойдың таза шырыны. Мынаны таңертең 30 мг, кешке 30 мг деп айтып жатамыз, бірақ та ол салмағы 60 кг балаларға арналған, 30 мг деген. 60 таңертең, 60 кешке ішіп отыратын болсаңыздар, мынау не істейді? Мына асқазан жүйесін толығымен тазалап, иммунитетті көтереді да, иммунитет көтерілген кезде дәрі емес, дәрігер емес, адам ағза өзі біраз нәрсені қуып жіберуге мүмкіндік алады. 10 жыл болды аға. 10 жыл осыны құшақтап елге айғайлап айтып келе жатқаныма, бір ретті әлі бетіммен жерге қаратқан жоқ,
дұрыс ішкен жағдайда язва, гастрит, гипертония, аллергия, неше түрлі иттерден жаңағындай айығып кетуге болады. Ары қарай, ой, мынау алоэ персика, витамин А, витамин Е, бета-каротин, бұл балаларға арналған. Мынау алоэ ягодный нектар, яблоко, клюква, витамин С, мынау кімнің бүйрегімен проблемасы бар, жыныс жолдарымен проблемасы бар, цистит, простатит, мынау Forever Freedom, мынаның құрамында глюкозамин, хондроитин, органическая сера и акулий хрящ. Мынау кімнің буынымен проблемасы бар. Мынау полиартрит, остеохондроз, остеопороз, грижа позвоночника деп жатады ғой и так далее. Енді мынау буын ауруларының арасында ең қиыны ревматоидный полиартрит екен. Сүйек сынған емес, басқа емес, ревматоидный полиартрит. Бізде Қарашық Қайрат аға деген бар, Алматыға барсаңыздар көріп тұрасыздар, 15-18 жыл ревматоидный полиартритпен ауырған. Уколмен ұйықтайды, уколмен тұрады. Сол кісі 4,5 жыл ішкеннен кейін екеуміз кездесіп бір сөйлескенде айтты, балам әлі құлан таза айығып кеттім деп айтпаймын, бірақ за рулем жүремін, шашым тараймын, темегім шегемін, тамағымды ішемін, то есть қазір шауып жүрген азамат сондай. Мынау поместин пауэр. Мынаның құрамында барлық қызыл жеміс жидектер бар. Кімде низкий гемоглобин, железодефицит, хроническая усталость деген бар ғой. Жаңа студенттер бар ма деген бәріңіз қол көтеріңіздер бар. Студенттерге в первую очередь ішу керек. Неге? Өйткені сентябрьде қосылған бәйгеден майға дейін кейде көктемде болдырып қалып жатады бәрі. Иә? Тура соны болдырмау үшін мынаны ішіп отыру керек постоянно. Арктикси, омега-3, омега-9. Мынаның құрамында 75% балықтың майы бар, 25% зәйтүн майы бар. Мынау кімде жаңағындай қан тамырлар жүйесімен проблемасы бар, кімнің инфаркт, инсульт, оның алдын алу үшін кальций, магний, витамин D. Біз бір кальцийдің жетіспеуінен обычно аға екеуміз, медиктер болса білетін шығар ағамызда енді. Сіз қай сабақтан бересіз? Қай сабақтан бересіз? Қай пәннен? Технология. Технология, точно мен сияқтысыз. Кальцийдің жетіспеуінен біз білеміз. Сүйек сынады, шаш түседі, тырнақ сынады, сондайды ғана білеміз. Мына бір кальцийдің жетіспегеннен ағзада 146 түрлі ауру туындайды екен. Бір кальцийдің жетіспеуінен ғана. Мынау натурмин, натуральный макро-микроэлементы, залежи осадочных морепродуктов. Кімде жаңағындай выпадение волос, щитовидная железа, зобпен. Я черт его знает, как он работает, қалай жұмыс істейді, мен оған миым да жетпейді, білмеймін да, но 100% білем, бұл жұмыс істейді. Менің туған сестренкам, 2000 жыл осы Ташкенеде, Өзбекстанда операция жасады жүрегіне. Жүректен кейін сразу зоб болды. Эльтероксин сотка, самый последний, то есть гормональный вот эти вот препараты пила, но сейчас ее с учета сняли. 7 жыл ма, 8 жыл подряд что тоқтатпай ол. Но сейчас уже ее на учете нет. Но гинка плюс грипп рейши, гинка белова. Но миды кислородпен қамтамасыз етеді. Память нашар адамдарға, бас ауыратын адамдарға, сақинасы бар адамдарға. Мынау абсорбент С. Мынау витамин С деген қазіргі таңда таптырмайтын витамин. Бұрын Шымкентке келіп жүрген кезде мен айтатын, осы шымкенттіктерге рахат, қысы жазы фрукты жейсіңдер, қысы жазы бәрі болады сендер деді. Қазір бірдей болдық қой, Шымкенттің фруктысыне, Қарағандының фруктысыне екеуі мынандай пластмасса. Так же? Кеше Егемберді үйіне алма әкеліп қойды. Ауылдікі де әке жеңіз дейді, неше күн тұр мынауыңыз? Бір апта ма, 2 апта болып тұрғанына. Сол қалпы тұр, сырты жай ғана бүйтіп солған, ішін жарып сап жай қарап отырдық. Не сарғайған жоқ, не қызарған жоқ, не қарайған жоқ, то есть ауылдікі. Енді витамин С қайда көп? Сіздердің алмаларыңызда көп, апельсинда бар, лимонда бар и так далее. То есть қазір сізге аға ешқандай ондай тамақ жыртып прям бірдемен доказывать етіп керек емес, мынандай. Так же? Енді мынау аптекалық витамин С-дан айырмашылығы сізбен біздің ағзамызда 2 сағаттан 12 сағатқа дейін жұмыс істей алады. 12 сағатқа дейін. Мынау кәдімгі сұлының кебегіне отырғызылған цитрус. Енді мынау сіздердің погодаларыңыз алдамшы. Қазір осы тұрғанда температура болайын ба, болмайын ба деп ойланып тұр да бүйтіп, екі ойлау. Кеше айтам, Түркістанға барып, Қарағандыдан келіп, бізде жып-жылы деп куртканы шешіп осылай жүгіріп жүрген кеше күні бойы. Тамаққа барайық деп, тамаққа шығасам курткасыз барып, қайтып келіп сөйтіп жүрдім да. Енді бүгін таңертең тұрсам, что-то не то. Енді мынау абсорбент С қазір Шымкентте тұратындардың барлығына осы бір 2-3 айда ақша аямай қалтаға салып жүретін нәрсе. Неге? Өйткені иммунитет қазір түсіп кететін болса, мүмкін жастарда біреуінде ол дәл қазір шықпағанмен көктемде в любом случае шығады. Әрі қарай
Өте там көп витамины и так далее, но RG+, дважды лауреат Нобелевской премии. Енді мына продукт қазір именно менің группамда продукт номер 1. Неге десе, у нас есть спецназовцы ребята, спецотряд Беркут деген бар ғой, Беркут, полностью все. Они не занимаются, ничего, они полностью, кто на краповый берет сдает, краповый берет деп тапсырамай қалғандардың барлығы энергетик, очень сильный энергия дает, омолаживает организм изнутри, клеткалық тұрғыда жұмыс істейді. Даже не то, что аяғымен жүріп жүрген адамдар, инсульт, инфаркт, төсек тартып қалған адамдар бар ғой, жатып қалған пластон. Солардың барлығын қорықпай бере бересіздер, 4-5 ай аяғына тұрғызып береді. Осыны бір жігіт басында 43 жаста краповый беретте 8 рет тапсырып ала алмапты. 43-те 8 реттен кейін осыны коктейль джиншия бармыз ба? Екеуін кәдімгідей систематично 90 күн бойы ішті. Тапсырардың алдында келді. Көрген болсаңыздар, краповый береттер сколько там? При полном снаряжении 64 километра они пешком бегут, и 65 километрда они еще дерутся. Я говорю, полный психи. Да? Не понимаю. Но вот 90 күннің ішінде жаңағы жігіт айтты ғой, дәке, 23 жасымда бұлай тапсырған емеспін. 43-те 23 жасымда бұлай тапсырған емеспін. Мынау кардиокалс, кюэнзин Q10 улучшает работоспособность сердечной мышцы, кровотоки, кровопритоки, мелкие капилляры, жүрек қағысын дұрыстайды бәрі. Мынау актив пробиотик. Мынау продукцияға әлемде тең келетін продукт жоқ. Аптеканың арасында да, сетевой бизнестің арасында да. Я знаю, о чем говорю. Мына бір капсуланың ішінде 1 миллиард тірі бактерия бар. Лактобифидобактерия. Ол қайда керек бізге? Тікелей тоқшектің ішінде керек. А неге оған тең келетін продукт жоқ? Бізде мынаның тоқшектің алдында есть медики в зале? Да? Тоқшектің алдында не бар? Асшек, асқазан, 12-перстная кишка есть, да? Сонда мынау жұтып жерген кезде мынаның бірінші капсуласы 12-перстная кишканың ішінде қалып қояды, екінші капсуласы асқазанның ішінде қалып қояды, асшекте ме, асқазан қайда, асшекте қалып қояды, үшінші капсуласы тікелей тоқшектің ішінде ғана барып ашылады да, сонда 1 миллиард бактерия тірі күйінде жетеді. Тоқшекке тірі күйінде жетеді. Шай алойдың гүлінен жасалған және шөптерден жасалған. Мынау мен айтам қазір айырбастап қою керек, это немножко, мое мнение, это неправильно. Бір пакетикті бір чашкаға, это очень такой, давлениесі бар адамдарға вообще не советуется так пить. Давление. Енді мынаны бір пакетті 2 литр қайнатылған суға салқындатып қойып ішетін болсаңыздар, мочегонный, патагонный, желчегонный, вообще керемет чай. Мне его запах нравится, прямо с корицей отдаешь когда, вообще классно. Алоэ вера желе, алоэ ферст. Она екі продукцияны через Казахстан и через Россию рекомендует как первая противоожоговая аптечка. Мынау ферст, он очень классно заживляет ссадинки, раночки, ушибы. Күйіп қалған жерлер болатын болса, үлбіретпей қайттан орнына келтіріп беріп алады. Ангина, ларингит, бронхит классно помогает. Енді мынау алоэ вера желе. Енді барлығыңыз қолданып жатқан шығарсыздар, но у кого был такой опыт? После операции шов после операции был, да? Да, да. Остался шов еще? Ну, место остается. Место? Нет, у нас был такой опыт, что вообще ничего не осталось. Вот просто кожа вот так вот зажила. То есть регенерация кожи пошла. Она операция кетіп бара жатқанда өзі айтқан, потому что там грудную клетку скрывали, сердце. Она прям попросила медиков, чтобы никакой перекисью, никаким йодом, ничем не обрабатывали, чтобы клетки не убивали. Сразу ферстом желе закрыли и вот так вот обратно. 45 дней. Анау жіпті түйетін жері бар ба? Сол жері ғана ағып қойған, ол не сияқты ол? Короче, менің мамамда қолында операция жасаған, операциядан кейін, шофты алғаннан кейін, осыны істеп отырмын. Мен активатор бірінші ферстпен тазалап аламын, одан кейін активатор қойып қоямын, бүгін ертесіне желе қоямын. Қазір қолына тек терісінің өзі ана қатты тартып тігілгенде сол шамалы шұқыр болып тұр. Атак тері бүтіндей неғып кеткен. Атак ана қызда вообще ештеңе жоқ. Мы вообще в шоке были. Но алоэ МСМ гель. Мынаның құрамында күкірт бар, кімнің буындарымен проблемасы бар. Анау хит разогревающий. Тұз жиналып қалған болатын болса,
содан кейін бір ушибы, травмы, бірдеме болатын болса, сіздердің погодаларыңызда Шымкентте я постоянно новый прикол. Аяқ киімді киетін кезде табанға жағып алу керек та, содан кейін барып аяқ киім. Білмеймін неге екен. Қалай аяқ киім кептіріп қойсаң да, үйден шығасың, через 15 минут мокрые ноги у тебя, да? Алоэ активатор, кстати, пришел абсолютно в обновленной форме. Вытрать про него врать не буду, обновленная форма, говорят, еще лучше, я его еще в глаза не видел. Зубная паста, без хлора, без фтора, алоэ плюс прополис, шампунь мен кондиционер. 4 түрлі шампунь, 4 түрлі кондиционер, вы можете сами выбрать. Жидкое мыло, жаңа туған нәрестені шомылдыруға болады, жас шығармай. И мына жидкое мылоның бір... Все знаете же, как он пенится, да? Қалай пена пайда болады. А вы знаете, бір банкасынан қандай пена пайда болады? Не пробовали еще? Мен үйде екі кішкентай ұлымды мамам ваннаға отырғызғанда кетіп қалған ғой, енді ванна 9 квадрат, 3-те 3 болса, 9 квадрат ванна. Ваннаның есігін ашып қалса, ванна ортан, екеуі көрінбейді. Ванна комната бар ғой, ортан белінен пенаның ішінде жаңағаны. Турецкий нелерді көрсетіп жатыр ғой, пенная вечеринка. Екеуі көрінбейді дейді арасында жаңағындай. То есть не надо так делать. Но Gentleman Prime крем после бритья, дезодорант, который не содержит в составе соли алюминия. Есть вот такая вот шикарная штука. Я не знаю, я прям без ума от нее, потому что біздің шампуньдар жолға кішкене алуға келмейді, да? Жолға алсаң сразу крышкасы отлетает или там еще что-то, но вот это вот шикарная штука вообще. Дальше коллекция для ухода за кожей. Есть МПД, универсальное моющее средство МПД. Бірақ қана на МПД можно дома абсолютно поменять все. Абсолютно. Ароматы как для мужчин, так и для женщин. Вот эта программа C9, Fit 1, Fit 2. Кто последний челлендж принимал участие? C9. Господин Абдуллаев. Неше килограмм кетті? 4,5. Жетеді саған. C9. Бүкіл әлем болып отырды ғой осы C9-қа. Но Астанада есть такая женщина, Жанар Рамазановна, за 10 месяцев C9-ті бір рет қолданған. Одан кейін вот это вот Fit 1, Fit 1, Fit 1, Fit 2, сонымен кете берген ғой. За 10 месяцев она скинула 32 килограмм. 32 килограмм. Өзі келгенде, у нее, короче, астма бірдеме болған. Потом у нее еще какие-то женские, какие-то болячки, еще что-то, еще что-то. Он просто жай ғана алған C9-тен бастаған сразу. Енді ішіп жүрген алдында қойды. C9 зопқа конкретно ештеңе ішпеген. Неге? Просто C9 и Fit 1, Fit 1, Fit 1, Fit 1, 10 месяцев у нее вообще сейчас шикарное тело, шикарная фигура. Кто видел Жанар Рамазановну последний раз? Это партнер Булат Энергист. Вот, Астанада көресті. Енді қараңыздар, мен мына жерде мынаны сатып жүрген жоқпын. Мынаны көп адамдар келеді осы Айгүл мен Дулатта осы Шымкентке келген, наверное, бір 10-15 мың адамға маркетинг көрсетіп бастаған шығарсыңдар, бірақ оның барлығы мынаны бизнес ретінде түсініп кетпейді. Что обидно. Енді мынаны көбісі осындай продукт ретінде ұстап қалады. А мынаның ар жағында үлкен халықаралық дәрежедегі бизнес бар. Бизнес. Енді мынаны 100% бағасына сатып алуыңызға болады. 100% бағасына. Или осы маркетингті ести салып, тағы да 2 жылға на дно кетіп қалуыңызға болады. Или мынаның 15% жеңілдетілген бағасымен алуыңызға болады. Или 30% жеңілдетілген бағамен алуға мынаны болады. Енді әр товар ақшалай құнынан бөлек балдық құны бар. Балдық құны бар. Қазір Каспий банктың карточкасы бәріңізде бар ма? Шикарная штука, да, говорят? У меня нету самого. Кэшбэк, возвращается что-то, да? Ну, я преданный Халықбанку, то есть сол сияқты каждый товар ақшалай құнынан бөлек балдық құны бар. Гель сатып алдыңыз, бал. Зубный паста сатып алдыңыз, бал. Шампунь сатып алдыңыз, бал. Бал айдың аяғында ақша ретінде қайтып береді. 2 балға дейін 15% жеңілдетілген бағамен аласыз, 2 балдан кейін 30% жеңілдетілген бағамен товар алуға мүмкіндігіңіз бар. Егер де 33 мың теңгеге керек жарағыңызды алатын болсаңыз, уже 15% жеңілдетілген бағамен товар аласыз да, мынау сол товардың балы примерно, да? Солай шығар. Ары қарай бизнес істеймін, ақша табам дейтін болса, онда мынандай коробка алу керек. Мынау қазіргі таңда 141.498 теңге тұрады.
2 балла, 30% жеңілдетілген бағасы бар, 30 түрлі товары бар ішінде. Соны мына жерден шыға салып, 141 мың теңгені қайдан табам деп, тағы да 2 жылға бір жерге жоқ болып кетіп жүрмеңіз. Мен осыдан 2 жыл бұрын ба, 3 жыл бұрын ба, товар қашан қымбаттады? Осенью, да? Осенью последний раз. Жоқ, осы. Последний. Осень. Осыдан 3 жыл бұрын біреуге маркетинг оқыптым мен. Содан кеше бүкіл списокларын ақтарып отырып, оппа, мен ағын көрсетемін ғой, давай шақырып алайын десем, звондаймын, трубкасын алмайды. Содан через знакомых, в общем, біреудің телефонмен звондым. Я обычно так не делаю. Звондадым, алып қалып трубкасын. Я говорю, қалың қалай? Өзі сасып қалып, бәгі 120 мың таппай жүрмін дейді. Я говорю, 3 жыл болды ғой, говорю. Жарайды, кездесейік, говорю. Мен саған енді ештеңе деп айтпаймын, говорю. 3 жылда 120 мың теңге таппаған адам, говорю, биыл 140 мың теңге таппайды. А что, 140 мың болды ма дейді, я говорю, иә. Так что, мынаны проблема қылатын болса, оны өмір бойы іздеу мүмкін. Енді мынаны ақшасыз да бастауға болады. Сіздерде де көп шығар ондай не. Пример. Бізде кеше ғана 18 жасар қыз бала тіркелді, Стокгольм жасап жатыр. 4 балды, 2 бал өзінікі, 2 бал активностьтен 1 теңге шығармай жапсады. 18-де. Не істеді? Надо написать список знакомых, друзей, близких, коллег, родных и оларды осында шақыру керек. Шақырғаннан кейін маркетинг көрсетесіз, маркетинг көрсеткеннен кейін ары қарай не істеймін деген сұрақ туындайтын болса, әуес ағамен бәкең сізге көрсетеді, либо қалай бизнес партнер болу керек екен, либо қалай потребитель болу керек екен. Потребитель болсаңыз, өзіңіз тісіңіз жуып, басыңыз жуып жүре бересіз, бизнес партнер болсаңыз, бір ғана өтініш бар, қайтадан 1-ші класстың оқушысы сияқты сол екеуін тыңдауға тура келеді. Енді, допустим, аға, 2 балға товар алдыңыз. Компания сізге ассистент супервайзер деген дәреже береді. Сіздер дәл завуч деген дәрежеге жетпейді, бірақ енді ассистент супервайзер деген дәреже береді. Әрі қарай не істейсіз? Коробканы аласыз. Мына алдыңыз. Қолданасыз, қолданған затыңызды айтасыз. Қолданған затыңызды айтасыз. Кеше Түркістанда болдым. Түркістанда 21 адам ба сонда новичок болды кеше. Новенький. Соның жаңағы жарқын новенькийдің бір 3-4 обучение қалып қойды. Обучение көріп. Сен осы бизнесте не қорқытады деп айтсам, мен кімге сатам дейді. Көкем-ау, мен саған сат деп айтып жатқан жоқпын ғой. 1 сағат қақсадым ғой жаңа. Мынаны қолданасың, қолданған затыңды елге айтасың. Қолданған затыңды елге айтасың. Енді сол кезде біреуге айтатын болса, бір коллегаңыз ба, туысыңыз ба, тоже нағашыңыз ба, біреуге айтатын болса, сізге давай мен тіркелейін дейтін болса, бірақ мына жерде бір шыдамдылық танытуға тура келеді. Неге? Өйткені әуес ағам қашан көрсетті сізге маркетинг? 2 күн, 3 күн болды. Жоқ, оның алдында. Бірінші рет. 2 жыл бұрын деді ма? Басында соны айтты. Енді мына адамға ренжімейсіз, 2 жыл шыдайсыз, 2 жыл қосасыз, 2 жылдан кейін келеді, 2 балға тіркеледі. Сол тіркелген үшін компания сізге 28 мың теңге ақша қайтып береді. Бір адамды тіркеген үшін. Әрі қарай шамалы бір мынандай бір команда жинайтын болсаңыз, осы командаңызбен 25 балл жасасаңыз, компания сізге супервайзер деген дәреже береді. Супервайзер деген дәреже береді. Бұл жерде где-то 60 мыңнан 100-150 мың теңгеге дейін алуға болады. Кеше Түркістанда бір супервайзер болды, 150 мың теңге жалақы алыпты. Осы. Әрі қарай 75 балл жасаған уақытта сізге ассистент менеджер деген дәреже береді. 13% төлем ақыңызды қайтып берген кезде где-то бір 150, 200, 250 мың теңге жалақы алуға болады. Әрі қарай барлық группаңызбен 120 балл жасаған уақытта сізге менеджер деген дәреже береді. 18% төлем ақыңызды қайтып алған кезде где-то 200 мың теңгеден 600 мың теңгеге дейін жалақы алуға болады. Ай сайын. Енді мына жерде табыстың бірнеше түрлі көзі бар. Мынаны 30% жеңілдетілген бағасымен алып 100%-ға сатып жіберуге болады. Разницасын қалтаңызда алып қаласыз. Екіншісі товар айналымнан. Үшіншісі авторский гонорар. Авторский гонорар деген кім алады қазір? Писатели, скульпторы, художники, композиторы, музыканты. Мына жерде өзіңіз алуға мүмкіндігіңіз бар. Қазір өзіңіз менеджер болатын болсаңыз, артыңыздан біреуді шақырып келіп қуалап жүріп соны менеджер қылатын болсақ, соның товар айналымынан 6% төлейді компаниясы. Оның артынан менеджер шықса 3%, оның артынан менеджер шықса 2%. Авторский гонорар немесе руководительский бонус дейді.
қысқаша қазақша айтқан кезде пенсия 63-ге дейін 58-ге дейін күтіп қажет шамалы. Біз қанша жыл стажыңыз бар мектепте? 36 жыл. 36 жыл. Пенсияға әлі 4 жыл бар. Дәке, сен бизнесте қаншасың? 6 жыл болған. 6 жыл. 6 жыл. Неше авторский бар? 4 авторский бар. 4 адамнан 6%-тен пенсия алып отыр. Не надо ему там 63-ге дейін тосып, бастық атырып шіртіп, пенсияға қазір білмеймін, біздің кезімізде мыналарда пенсия болады ма, болмайды ма, оны бір Құдай біледі. Лучше сейчас это все сделать. Автомобильная программа и 13-я зарплата. Мынау автомобильная программа. Қатар тұрған 3 айдың ішінде 50-100-150 балл беретін болсаң, компания 36 ай бойы 400 евро төлейді. Екінші уровень 600, үшінші уровень 800 евро. Мынау кәдімгідей көмек, кәдімгідей. Бір күні осы биыл сентябрьде, биыл жылдың басында бітті біздікі. Сентябрьде бітті, сентябрьде бітті. Октябрь уже другие деньги. Енді примерно менеджерлар, жалақы алып жүрген менеджерлар біледі ғой, соның оборотына қарап отыр. Сколько он денег получится? 160 мың теңге түсіп тұр айына. Оны білесіз ғой, оборотыңызға. Зарплата түсті, мен Гүлжанатқа айтамын, что-то, говорю, компания, говорю, нас хочет, говорю, надурить. А что случилось? Я говорю, блин, говорю, оборот такой же, говорю, все так же, говорю, денег поступило, говорю, на порядок меньше. Екеуміз көкетқа терісімен барып компанияға бармаймыз, обратно жүргенде. Бухгалтерияға кірдік, ұялғаным ай, Құдай. Айтады, немен есіне маған туыңды қолыңа ұстап келіп тұрсың, сен деген осы айда план машина бітіп қалыпты деген, осы айдан бастап төленбейді план машина саған. Сонда айтамын да, әжептәуір көмек екен ше мына. Әрі қарай, өзіңіз менеджер болып, артыңыздан 2 менеджер шығатын болса, сізді сеньор менеджер. Сеньорлар Қазақстанда приблизительно где-то 400 мың теңгеден 800 мың теңгеге дейін ай сайын жалақы алып тұра алады. 5 менеджер шығатын болса, соринг менеджер, сорингтер приблизительно 1,5 миллион теңге жалақы алады. Артыңыздан 9 менеджер шығатын болса, сізді сапфировый менеджер дейді. Сапфирлар приблизительно где-то 3,5-5 миллион теңге ай сайын жалақы алып тұруға мүмкіндіктері бар. Ай сайын. Никакой Каспий банк не надо, ничего не надо, просто 9-ақ адам керек, да? 9-ақ адам керек. Әрі, артыңыздан 17 менеджер шықса, бриллиантовый сапфир, 25 бриллиант, 50 двойной, 75 тройной, 100 сотка бриллиант, то есть бизнес без потолка, без крыши, без каких-либо ограничений. Мынау Рексмон деген азамат, жаңа көрдіңіздер, мынау біздің жетекшілеріміз Ермек Имайра Мұхаршин, Қарағанды қаласынан, осы ноябрь айының 26 күні ровно 5 ай болады, жетекшімізден айырылып қалғанымызға. Енді соған қарамастан мен айтам, 4 ай бизнесқа бейтіп, бұлай қолымыздың ұшын тигізген жоқпыз. Телефонмен сөйлесіп отырғанымыз болмаса, барлығымен өзіміз түкістеем. Но соның өзінде де этот бизнес не перестал являться номером 1 на территории СНГ. И он по сей день является бизнесом номер 1. Осы кісі өзі марқым айтып жүретін жаңағыдай. Авторский гонорарларын санап, бірінші үшеуі үлкен ұлға деп, жаңағы төреге деп, екінші үшеуі анаған, үшіншісі анаған, сендер өздерің жасағандар сөйтіп айтып жүретін постоянно. Соны не понимали, что такое бизнес по наследству и так далее, но эта компания действительно передает бизнес по наследству. Дальше. Миклаш Беркич. Простой стрелочник железной дороги. Қазір миллионер болғаны болмаса, негізі простой 22 жыл бұрын темір жолда стрелочник болып жұмыс істеген ғой, стрелкер істеген. Но Атила и Каталин Гидафал. Мен это всю жизнь буду благодарен вот этой семейной паре. 2008 жылы Венгриядан Қазақстанға ұшып келіп, осы бизнесті көрсетіп кеткендеріне өмір бойы рахметімді айтып өтемін. Мен кейде жай отырып ойлаймын, даже подумать страшно, forever болмаса, где бы я сейчас, чем бы я занимался деген? Что бы я сейчас сделал? Дальше. Мынау президентский бонус. 13-ші жалақы. Мұғалімдердің лич пособиесі сияқты. Лич пособие. Осы картинаны көрген кезде мен постоянно айтамын, сенесің бе бизнесқа? Сенбейсің бе бизнесқа? Әркімнің жеке басының проблемасы. Неге өйткені мынау Алтынкүл сіз сияқты мұғалім 20 жыл географиядан сабақ берген. Нұрлан 20 жыл Шұбаркөл деген шахтаны білесіздер ме? Шахтада көмір қазған. Енді мынаны Сингапурға барып алып тұр. Компания перелет, проживание, питание, все абсолютно оплатила, плюс еще вот такой вот чек.
20 жыл мектепте жұмыс істеді, бірақ 6 жылдың ішінде, 6-7 жылдың ішінде Америкаға 2 рет, Мексикаға, осы жер шарын біраз аралап шықты ғой. Наргизбен болады. Наргиз басқа сетевой компанияда сетевик болған, Болат крупный предприниматель. Салон красоты, магазиндарын есептемеген, у него были железнодорожные тупики, это, оказывается, очень большой бизнес, аренда. Абелкасимов Кытай 9 жыл, 10 жыл бұрын пришла с диагнозом открытый туберкулез, 6 месяцев ее сняли с учета, 6 айдың ішінде, сейчас сапфир. Көшкенбаев Марат, Абжанов Аягөз 19 жасында бастап менеджер болды, Марат екеуі сами свою свадьбу сыграли. Енді мынау көп адамдарға негізі түсінген, біле білген адамға көріп, мынаны біз жасай аламыз ба, жасай алмаймыз ба, тура осындай қып деймін да. Біздің спонсорымыз негізі біраз айғақ дәлел тастап кетті негізі, иә? Чтоб елдер артынан сөйлемес үшін, там сетевой бизнесті ой, Айгүл мен Дулат ақша табады, Әуесаға табады, қалғандардың бәрі қаңғып қалады деген әңгіме болмас үшін, мынаны қараңыз. Өздері 28 мың алған кезде, артынан шақырып келген бажасы 91 мың алды. Артынан тіркелген бажасы 91 мың алды. То есть кім қалай жұмыс істейді, солай жалақы алу мүмкіндігі бар. Одан кейінгі жылында 114 мың, 109 мың алды. Купили такую красавицу, без кредита, без лизинга, рассрочить, заморочить, геморроя всяких. Одна 13-я зарплата. Лондонда 145 мың алды. Сингапурда 107, мынау Атила, Мики, мынау әйел Наталья Хеди. Мен кейде айтамын ғой, кейде жақсы көремін осы әйелді, кейде жыным келеді осы әйелге. 2014 жылы Лондонға бардық чек алуға. $5,645 деген чек алдық. Мына әйел біздің қасымызда тұрған $45,000 деген чекті. Ешкім танымайды бұл әйелді. Өз бетімен айдап жүрген. Мынау чектардың ең үлкені 1 миллион болатын болса, чтобы вы понимали, где-то 600, 650, 700, 750 чек таратылады. Біз сияқтыларға 5 мың, 6 мың, 7 мың сонда чек таратылады подряд, әлем бойынша. Сонда где-то 300 мың, 350 мыңға дейін чектарға ешкім көңіл аудармайды. Ешкім запоминать етпейді. Сосын уже 20-ка, 10-кадан бастап запоминать етеді. Сонда мына әйел $45,000 деген чекпен, я вам вот клянусь, она стояла 10 адамнан кейін, 11 адамнан кейін тұрды. Просто вот так вот стояла, на сцену вышла, Рексмон ее поздравил, кетті. Бізді шықтық қаны. Хабиб Нурмагомедов пен Макгрегордың бойынтын ғой. Тура отвечаю, сол походка Макгрегордікіндей болып шықтық сахнаға. Қандай болып. $5,000 чекті алдық. Үйге самолетсыз ұшып келдік. Еще 5 ай аяғымыз 5 метр жерге тимей жүрді. Хотя ақшаны сол жақта құртып келгенбіз ғой, жай чекпен ғана келдік. Ақшаны сол жақта тастап кеткенбіз. Содан көзімізді ашып жұмсақ, уже жылғытып қапты. Мә, Сингапурға барамай қалдық дедік қой. Сингапурға мына әйел барады $45,000 Лондонда, Сингапурда 688 мың алады. Мынау емес басқа, 688 мың алады чек. Я вообще был в шоке. Одан кейінгі жылы Дубай или Йоханнесбург? Йоханнесбург. Дубайда миллион чем? Жоқ, Йоханнесбургта 1 700 000 получает. Дубайда. А вот это дубайская, да? Да. Или вот это, короче, она за 3 года получила больше, чем $3 миллиона, в общем, короче. Сонда айтады, ода сарсоқ туралы айтады, мен де сарсоқ туралы айтады. Одада осы маркетинг, менде де осы маркетинг. Одада 24 сағат, менде де 24 сағат. Бір барғанда сұрайын деп отырып, сен ұйықтайтын адамсың ба, ұйықтамайтын адамсың, честное слово, дейсіз. Мен раз бір барғанда сұрайын, что ты делаешь? Потому что сол жерде мынандай. Вы еще не были, да, на разделении прибыли? Нет. Там, короче, разделение прибылиға барған кезде сен сахнаны артына алып кетеді да, мын жағында 20 мың адам жүрсе, ан жағында точно сондай жүреді организаторлар. Көрінбейді. Солар қолына табличкалар береді мынандай. Сол табличка бойынша номермен қызыл, ана қызыл свет жанып тұрса, қызылға қарай жүре бересің, или сарыға қарай қандай табличка болады. Сонда сол табличканы алған адамдардың ішінен жалғыз осы ғана болды. 100 шақты адам тұрды сол табличканы ұстап. Біз 47-ші болдық. Мынау біздің артымызда где-то 81-ші болып тұрды. Через 40 человек, короче, стоял. Потому что мы ее запомнили, у нее қасында 2 бала болды. Джейн Линч и Джон Кертис. Мына әйел осы бизнесті шешесінен мұра ретінде алып тұрады. Мұра ретінде.
Рольф и Доминик Кип, номер один этой компании по всем абсолютно параграфам, параметрам. Ребята, я про этого человека могу рассказывать днями, часами, потому что в общем, Forever'da тапқан ақшасын айтпай былай қойғанның өзінде Forever'дің ақшасының, вот видишь, в банке деньги лежат же, в банке деньги лежат, ақшаның үстіне вот эти вот проценты капают же, соған на 15 миллионов он сейчас строит себе замок. Остров целый себе купил, замок себе построил, в гости он туда сказал, будет приглашать только бриллиантов, дороги туда нет, только плыть или на вертолете. То есть 2000 түп оливковые деревья, виноград отырғызған, конюшня у него, где-то 2500 квадратов гостевой дом просто, что для гостей, которые будут его приезжать. Өзінің үйіне жатуға болмайды екен. Ну, немцев, наверное, так понимаю. Енді қазір алла амандығын берсе контрактқа қол қоясыз ғой. Сол контрактыңыз бүкіл 168 мемлекетте жұмыс жасай алады. Енді қараңыз, қандай привилегия аласыз, қандай мүмкіншілік бар. Және мектептің тілімен айтайыншы сізге. Ойлаңызшы. Бір мектепке жұмысқа тұрасыз да, бірақ 168 мемлекеттен жалақы алуға болады. 168 мектептен жалақы алуға болады. Сондай да? И тапқан таянған ақшаңызды Каспий банктың карточкасына әр айдың 15 күні алып отыруға мүмкіндігіңіз бар. Ай сайын. Енді қазір семинар Қазақстанда самый ближайший семинар 7-8 декабрьде Астанада Паркин бай Редисон. Кім барады? Кто же на чемоданах? Абраге. Сіздер ше? А что? Абраге. Я вам просто скажу, ребята, блин, у вас просто записывает камера или онлайн идет что-то? Онлайн. Меня записывает камера. Камера, да? Нет, просто Редисон, чтобы... Онлайн не надо, Редисон, чтобы не обиделся. Нет, честно, нас же чуть контракта не лишили. Потому что Брюлер 35 мың теңге Редисонда 3 күнде объявление таратқан Астанада. Сол Редисонға жетті объявление. Бізді шақырып алып, короче, 3 рет предупреждать, 4-ші рет, короче, біздің задатығымызды бәрін қайтармай, до свидания деп айтқан кеше. Жалынып, чуть ли не на коленях, еле как выпросили. Енді қараңыздар, отель 5 звезд. 35 тысяч теңге, өздеріңіз білмеймін, ақылдарыңызға сыйдырып көріңіздер, қалай тартсаңыздар да шықпайды. Да. Трехразовое питание, World Class. Кто-нибудь был из вас в World Class? Фитнес-клуб World Class. Просто когда-нибудь заходили туда? Ну, не в Редисе, в других. World Class. Вот, можете подтвердить, да, что это не одна из самых, а самая крутая сеть в Казахстане на сегодняшний день, что имеется. 260 тысяч тенге абонемент стоит простой. 120 тысяч тенге, говорят, по скидке у них иногда бывает, но не всегда, в 5 лет один раз. Такое бывает. И сам семинар, 3 күн жатуыңыз, это все вам обойдется в 35 тысяч тенге, ребят. 35 тысяч тенге. Енді қалай тартсаңыздар да, в Редисоне зайдите просто в Booking, посмотрите, 78 тысяч тенге стоит номер за одни сутки. Если бы вы сами поехали бы, захотели бы там 3 дня просто потусоваться, 210 чем-то тысяч просто заплатили бы, жили бы там. Мен до сих пор өзім сенбей тұрмын, 2 года я переговоры вел, 2 жыл. Уақыт кетті, чтобы добиться вот этой цены. Они давали мне цену и 50 тысяч давали, и 40 тысяч давали, и 45 тысяч давали, 45 тысяч, 43 тысячи 500 уларайте, все уже, говорит, мы уже не можем дальше, вот тут в убыток пойдем работать-то все-таки. Но добились того, чтобы вам было комфортно, чтобы цена не менялась. Вот здесь мы на баржу поставили семинарға. Бағасын ауыстырған жоқпыз. Я думаю, с Чимкента приедет большая команда. Надеемся, ждем. Бүкіл қолымызды бүйтіп ұстап отырмыз, то, что у нас будет признаваться новый Сорин. Да? Мне сказали, что с Чимкента приедет новый Сорин. Это так или нет? Ала берса. Жоқ, маған берген информацияға мен просто своих готовлю, да? Цветы, дорожка. Мне только информация поступает, я начинаю уже готовиться. То есть мне сказали, что с Чимкента приедет новый Сорин. Но не суть. Чимкенттен келмесе да Крымнан новый Сорин приедет. Да. Кто слушал в этот раз Демидову? Ребята, я вообще в шоке был. Я, вот, честное слово,
запись пускай Демидоваға жетпей қойсын, қазақша айта берейін. Мен ойлағамшы соларды. Сырттарынан, фотоларынан қарап, я думал, ойлайтын мынандай, короче, чисто ақшалары бар, богатенькие такие, короче, сондай адамдар деп ойлайтын. Но кеше сахнаға партнерларын шығарып, как они начали говорить, менің кеше бір партнерім келіп маған келіп тұр, Ташкентке товарды қалай өткіземіз, алып қоймай ма, граница бүйтпей ма, бүйтпей ма деп. Я говорю, слушай, родной, 7, 8, 9 приезжай в Астану, увидь Демидову, потом пошел куда хочешь. Честно. Крым мен Украина соғысып жатқан кезде, они говорят, у нас в этот месяц закрывался статус. Соны айтады. Ана бронежилет сияқты $40,000 үш әйел, бір еркек, короче, белімізге, лифчигімізге, бүкіл жерге орап алып, через границу говорит, проходили. Сонда рискті қараңыз. Соғыс болып жатқан аймақта, егер бізді ұстап алатын болса, пожизненно сотталып кетеміз. Өйткені мемлекеттен ақша шығарып жатыр. Сонда не болған? Вера. Просто верили в это, и они это сделали. Свет жоқ, банк жұмыс істемейді. Сонда адамдар верили. Вот такая девушка приедет, 35 лет. Я говорю, она гладиатор своего времени настоящий. Она гладиатор в натуре. Енді мен сіздерге айтамын, Таиландқа барасыңдар ма қазір? Она отказалась от поездки в Таиланд. Ради поездки в Казахстан она отказалась от поездки в Таиланд. Это уже о чем-то говорит. Так что я вас всех жду в Астане. Ровно 60 минут менің уақытым бітті. Қазір давайте на сцену пригласим менеджеров, чтобы наши слова не были голословны. У нас менеджеры выходят, да? Пожалуйста, менеджеры на сцену.